Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Менің парақшама қош келдіңіздер. Менің есімім Әселхан. Мен сіздерге алдағы уақытта тоқыманың қыр-сырын үйрететін боламын. Біз бүгін осындай әдемі сервировкаға арналған салфетка тоқып үйренетін боламыз. Бұл өте әдемі көрінеді. Сіздің қонақ келген кезде үстеліңіздің үстін жайнатып жіберетін болады. Бізде бұл салфетка өз формасын жақсы ұстайды. Көріп тұрғандарыңыздай, қалыңдығы да жақсы. Біз бүгін осыны сіздермен бірге тоқып үйренетін боламыз. Достар, бізде бұл майлықты тоқу өте оңай және де өте әдемі көрінеді. Бізге бұл майлықты тоқу үшін менде номері 3-ші ілмек және де жіп 100%-дық мақтадан, яғни хлопок жібі. Мен екі түрлі түсінен алдым. Сіздер кез келген түстен тоқи алатын боласыздар. Мен тапсырысқа тоқып жатқандықтан мен жасыл түспен ақ түсті жіпті таңдадым. Ал ендеше достар, менімен бірге салфетка тоқуды бастайық. Достар, біз ең алдымен салфеткамыздың осы ортаңғы бөлігін тоқып үйренетін боламыз. Бұл жерде біз бірінші, екінші қатарда осы жасыл түспен тоқитын боламыз. Яғни біз осындай бөлікті тоқып шығамыз. Біз ең алдымен жібімізді алып, осы саусағымызға X тәрізді орайтын боламыз. Біздің қысқа жібіміз былай түседі. X болды. Енді ілмегімізбен бөліктен алып, мына жерден аламыз да, онаның астынан былай шығарып, артқа тұрған жұмыс жібін осы тесіктен шығаратын боламыз. Бізде бастапқыда бұл қиын көріну мүмкін, бірақ үйреніп алсаңыздар өте оңай. Бізде осылай шеңбер пайда болу керек. Сіздерге түсінікті болу үшін мен басынан көрсетемін. Қысқа жіпті осы бетке түседі саусағымыздың. Екісетіп ораймыз. Алып, мына бөліктен шығарамыз. Және артта тұрған жұмыс жібін осы тесіктен шығаратын боламыз. Босатамыз. Міне, бізде осындай шеңбер болады. Енді біз осы тесіктен тағы да 2 петля жүргізетін боламыз. Енді біз, бұл біздің бірінші қатарымыз болып табылады. Біз дәл осылай, осы шеңбердің ішімен 12 қатар тоқитын боламыз. Яғни бізде біреу бар, енді 11 қатар тоқимыз. Ол үшін ілмектен жіпті бір рет іліп алып, тесіктің астынан кіргізіп, жіпті шығарамыз. Сосын ілмекке тағы да бір жіпті іліп алып, барлығын осы екеуінен өткіземіз. Бізде ілмекте 2 жіп ілінеді. Тағы да ілмекке бір рет орап, бізде 2 қатар болды. Дәл осылай біз 12 қатар тоқитын боламыз. Егер түсініксіз болып жатса, бірнеше рет қарап, асықпай тоқып көрсеңіздер болады. Өте оңай. 4 қатар болды бізде. Бастапқыда қиын көріну мүмкін. Бізде үшеу, мен санап шығайын қазір. 3, 6, 9 болыпты. Енді тағы да 3 тоқитын боламыз. Бізде егер қатарымыз осылай жібі қысқарып жатса, былай тартамыз. Жұмыс жібі былай тартамыз, ортасы қысылу керек бізде.
тесіктен тағы да бір санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 қатар болды бізде. Енді мына жіпті біз қысып тартатын боламыз. Тартқан кезде міне шеңберіміз жабылады. Барынша қысып тартамыз. Мінекей. Осындай бізде пайда болады. Достар, біз енді мына бірінші қатар тоқып бітті. Енді бірінші қатар мен екінші қатарды бір-біріне қосып жалғайтын боламыз. Әуелі ілмектегімізді мына бірінші қатардағы мына жердегі тесікке кіргізіп алып, жібімізді осының астынан шығарамыз. Және де мына жіптің астынан өткіземіз. Мінекей бізде қосылды қатарымыз. Енді осы тесіктен біз 2 рет алатын боламыз. 2 рет алдық. Енді жібімізді өткізіп алып, біз енді әрбір қатардан 2 реттен дәл осылай тоқитын боламыз. Бізде мына бірінші қатардікі 1 рет тоқылды. Енді екінші рет алатын боламыз. Мінекей 2 рет алынды. Енді келесі қатарды дәл осылай 2 рет аламыз. 1 рет алдым. Екінші рет аламыз. Мінекей әр қатардан сонда бізде 2 реттен осылай дәл осылай тоқылады. Келесіден дәл осылай әрбір қатардан біз 2 реттен алып, ең соңғы қатарға келеміз. Дәл осылай тоқитын боламыз. Мінекей бізде осылай тоқып шықты. Яғни бізде алдында бірінші қатарда 12 қатар болса, бізде келесі қатарда 24 қатар болу керек. Яғни санап шығамыз. Мінекей мынадан санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 қатар болды. Енді осы қатарды мына қатармен біз біріктіреміз. Біз біріктіргенде жаңа бірінші қатар секілді біріктірмейміз. Себебі біз енді ақ түсті жіпті қосатын боламыз келесі қатарға. Ол үшін мен қазір өзіме керек азырақ бөлігін осылай кесіп аламын. Енді мына осы бөліктен былай тартамын. Тартып, мына бірінші тесіктен осы жіпті былай шығарамын.
шығарып, мына жіпті кіргізіп тартамыз. Мінекей, бізде қатар бірікті. Бізде мына формасы сәл қисайып шығып жатыр, оған мән бермейміз. Біз енді келесі қатарларымызды ақ түспен тоқитын боламыз. Яғни біз қазір ақ түсті жалғаймыз. Бізде мінекей осындай шығу керек. Бізде формасы сәл былай көтеріліп кетіп жатыр. Ешқандай қорықпаңыздар, егер олай шығып жатса, бұл тек 6-шы қатарда ғана осылай болады. Біз бұны кейін үтікпен басқан кезде өз формасын бізде жақсы алып шығатын болады. Ал ендеше кеттік, ақ түсті бастаймыз. Ендеше кеттік, ақ түсті бастайтын боламыз. Бізде мінекей әрбір қатарлар тұр. Осы қатардан біз біріншісінен осы жерден алып, бізде мына жерден шығып тұрса, біз оны келесі қатарынан алатын боламыз. Осы жерден ақ түсті жібімізді алып шығарамыз. Мінекей. Енді ақ түсті жібімізден осылай 3 рет аламыз. 3 тесік. 2 алдым, міне үшіншісін аламыз. Енді біз мына қатарларда жаңа әрқайсынан екеуден алсақ, енді біз бір қатардан біреу, екінші тесіктен 2 алатын боламыз. Мынадан біреу, мынадан 2 аламыз. Яғни бізде мына қатардан бір рет алынды. Енді екінші мына тесіктен біз 2 рет тоқитын боламыз. Біреу, екіншісі мынау. Келесіден біреу аламыз. Келесіден 2 рет аламыз. Барлық ақ түсті дәл осы тоқу түрімен тоқитын боламыз. Өте оңай. Дәл осылай тоқып, яғни бір тесіктен біреу алып, екіншіден 2 алып, біз соңғы бітер кезге дейін өзіміз тоқып шығатын боламыз. Міне біз соңғы қатарларына келіп қалдым мен. 2 алдым, мына жерден енді біреу тоқимыз. Келесі бізде мына жерден 2 рет тоқимыз. Екен бізде біріншімен басталған басында. Соңғы 2-мен аяқталады. Енді біз келесі қатарды бір-біріне жалғаймыз. Бірінші қатардың мына жерден алып кіргіземіз. Енді дәл осы жерден біз 3 рет алатын боламыз. 3 рет алдым. Енді біз бірде мына қатарда 2 рет және 1 реттен тоқылды. Енді біз бұл 4-ші қатарда әрбір қатардан 2 қатар 1 рет алып, 3-ші қатардан 2 рет алатын боламыз. Бізде мына жерден 1 рет алынды. Енді мына екіншісінен тағы да 1 рет тоқимыз. Сосын келесі мына үшіншісінен біз 2 рет аламыз. Екі. Келесінен біреу аламыз. Келесінен тағы да біреу тоқимыз.
Енді келесіден 2 рет тоқимыз. 1 рет. 2 рет. Дәл осылай, яғни екі тесіктен бір реттен үшіншісіне келгенде 2 рет аламыз. Біреу 2 рет аламыз. Дәл осылай тоқып біз соңғы қатарға дейін өзіміз тоқып келетін боламыз. Достар, мен соңғы қатарына келіп қалдым. Мінекей, бізде 2 рет алынды, 1 рет. Енді тағы да 1 рет аламын. 1 рет тоқимыз. Соңғы қатардан 2 рет тоқимын. Себебі бізде бастапқы қатарлар 1 реттен тоқылып басталған болатын. Мінекей, біздің осымен 4-ші қатарымыз аяқталды. Енді 5-ші қатарға көшетін боламыз. Ол үшін дәл бастап алдыңғы қатарлар секілді бұл қатарды да жалғаймыз. Мінекей, 1-ші қатардың ең үстіңгісінен алып шығарамыз. Осы жерден енді 3 рет өткіземіз. Мінекей. Бізде ендігі кезекте әрбір 2 қатар сайын 2 реттен алынса, енді біз әрбір 3 қатар сайын 2 реттен алып отырамыз. Біріншісі алынды, енді екіншісі. Мінекей. 3-ші қатар, мінекей. Енді әр 3 қатардан кейін 2 реттен тоқимыз. 1, 2, 2. Бір тесттен 3 рет алдық. Дәл осылай, яғни келесіден 3 қатар, 1, 2, 3 қатардан 1 реттен тоқып, 4-шісіне келген кезде біз 2 рет тоқимыз. Яғни әр 3 қатардан кейін 4-ші қатарымыз бізде 2 реттен тоқылатын болады. Дәл солай тоқып, біз соңғы қатарға келген кезде кездесетін боламыз. Мінекей, мен соңғы қатарларына келіп қалдым. Бұл бізде 5-ші қатар. 2, 3, 4, 5. Қазір біз 6-ші қатарға көшеміз. Мінекей. 5-ші қатар бітті. Енді қатарымызды жалғап 6-ші қатарға көшетін боламыз. Мінекей. Мына жердегі тесікке кіргізіп, жіпті екеуіне өткіземіз. Енді 3 рет өткізіп аламыз. Дәл басқа қатарлар секілді. Енді кезде біз әрбір 4 қатардан кейін 5-шісіне 2 реттен тоқимыз. Яғни бізде 1 рет тоқылды. Енді кейін 2-шісіне 1 рет тоқимыз. 4-шісі, мінекей. 5-шісін, яғни 5-ші тесіктен біз 2 рет алатын боламыз. 1 рет, мінекей, 2-ші рет алдым. Енді дәл осылай келесі әрбір 4-ші қатарда әрбір 4 рет тоқып болған кейін 5-шісіне келген кезде біз 2 реттен алып отырамыз. Үшіншісін алып жатырмын. 4-шісі. 4-тен кейін, әрбір 4-тен кейін 2 рет тоқылып жатыр. Сіздерге түсінікті болып қалды деп ойлаймын, достар. Біз келесі 2 қатарды дәл осылай тоқимыз, тек
әрбірінің қатарының санынан кейін 2 рет тоқылу өзгеріп отырады. Енді біз осы 6-шы қатарымызды дәл осылай тоқып, осы жерге келген кезде жолғатын боламыз. Мен 6-шы қатардың соңына келіп қалдым. 2 рет тоқыдым, бір реттен. Үшіншісі мінекей. Төртіншісі. Әрбір төрттіктен кейін 2 рет тоқу. Біз әрбір қатарда байқап жатсаңыздар 2 реттен аяқтап жатырмыз. Өйткені біз басына бастаған кезде 2 рет емес, біреуден бастаған болатынбыз. Мінекей бізде 6-шы қатар аяқталды осымен. Енді біз 7-ші қатарға өтетін боламыз. 7-ші қатарға да дәл алдыңғы секілді міне осы тесіктен алып бір-бірінен өткіземіз. Осы жерден 3 рет алып аламыз. Және де енді бізде әрбір бесіктен кейін 6-шы қатарда 2 рет тоқылатын болады. Яғни мына 1 рет тоқылды, екіншіден 1 рет аламыз. Үшіншісі мінекей. Төртіншісі. Бесіншісі. Әрбір бесіктен кейін 6-шыдан біз 2 рет аламыз. 1, екіншісі. Яғни біз әрбір 5-ден кейін 6-шысынан 2 реттен тоқимыз. Дәл солай біз осыны айналдыра отырып тоқып, соңына келген кезде кездесетін боламыз. 7-ші қатардың соңына келіп қалдым. Төртеу. Біз әрбір төрттіктен кейін 2 рет тоқыған болатынбыз. Мінекей осымен біздің 7-ші қатарымыз аяқталды. Енді біз соңғы қатарды тоқитын боламыз. Ол үшін тағы да келесі қатарға өту үшін 2 қатарды бір-біріне жалғайтын боламыз. Дәл алдындағыдай жалғаймыз. Және де осылай 3 рет тоқып аламыз. Және де енді біз соңғы 6-шы қатар, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5, 6, 7, 8-ші қатарымызды барлығынан тек қана біреуден тоқып отыратын боламыз. Егер де сіз салфеткаңыздың көлемінің үлкен болғанын қалайтын болсаңыз, дәл осы бөлікті тағы да 8-9-ші қатар тоқи аласыз. Ол үшін дәл осы біз жаңа әрбір, мысалы мына қатарда біз 4-тіктен кейін барып 5-шісін 2 рет алсақ, мына қатарда біз әрбір 5-тіктен кейін 6-шысынан 2 рет аламыз. Ал мен уже осы қатардан аяқтайтын болғандықтан, бұл қатарда ешқайсынан 2 реттен алмаймын. Яғни барлығын дәл осылай тек қана бір реттен тоқып отыратын боламыз. Сіздердің қолдарыңыз үйреніп қалды деп ойлаймын. Ары қарай өте оңай болады. Біз осымен бұл қатарды аяқтап, келесі қатарымызды жаңа түспен, яғни жасыл түспен тоқитын боламыз. Яғни соңғы 3 қатарды тоқитын боламыз. Дәл осылай сіздер тоқып, соңғы қатарға келген кезде жолығамыз. Және біз
жасыл жіпті сол жерден бастап қосатын боламыз. Енді достар, 9-шы қатарды бастаймыз. Бізде мына жерден шығарылды. Енді соның қасындағы мына тесіктен жасыл жібімізді шығарып аламыз. Мінекей. Енді осы жасыл жіптен алып былай 1, 2, 4 рет аламыз. Үшіншісі 4 рет алдық. Енді ілмекке бір жіпті іліп алып, біз мына осы тұрған жасыл түске былайынан тоқып алатын боламыз. 4 болды бізде. Енді осыны екеуінен шығарамыз. Бізде осылай тоқылып, арасында осылай кішкене тесік пайда болады. Енді біз мына бір қатар тастап кетіп, екіншісіне тоқимыз. Екіншісіне бір ілмекке алып алдық. Екіншісіне кіргізіп, осылай шығарамыз. Енді 2 петля аламыз. Мінекей 2 рет алып, енді мынадан тоқып шығарамыз. Мінекей 3, 2. Дәл мына қатарда тоқығандар секілді бір-біріне өте қатты ұқсайды. Келесі қатар тоқымаймыз. Келесі қатардан тоқимыз. Ілмекке бір рет іліп аламыз. Шығарамыз. 3 пайда болды бізде. 4-шісін ілмекке іліп, екеуінен шығарып, тағы да ілмекке іліп, екеуінен шығарамыз. Бізде 1 қалды. Енді 2 рет аламыз. Енді мына столбиктен, яғни тоқып шығамыз. Мінекей достар, сіздерге түсінік болып жатыр деп ойлаймын. Келесі тағы да бір рет көрсетейін сіздерге. Мына қатар тоқымаймыз, мына қатарға тоқимыз. Бір қатар тастап отырамыз. Екі рет алып аламыз. Мынадан айналдырып тоқимыз. Дәл осылай біз осы жерге дейін айналдыра отырып тоқып шығатын боламыз. Мен соңғы қатарды уже аяқтап жатырмын. Мінекей. Тоқып шықтық. Енді екеумізге қосу керек. Ол үшін біз әрбір қатарда бізде былай іштері тесік болады. Осы тесікке кіргізіп, бір-бірінен былай тесіктен кіргіземіз, бірінен өткіземіз. Мінекей. Енді тағы да 4 рет тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Бұл қатарымызда енді дәл осы қатар секілді тоқылады. Яғни қазір осының өзіне тоқып алатын боламыз. Мінекей. Енді бізден әрбір тесікке тоқып шығамыз. Ілмекке бір рет орап алып, тесіктен шығарамыз. Тоқып алып, енді 2 рет аламыз. Осыдан енді мынадан орап алып шығатын боламыз. Дәл бірінші тоқылған қатар секілді тоқылады бұл қатарда. Келесі тесікке кіргіземіз. Шықты. Енді 2 петля аламыз. Сосын барып, тағы да мынадан айналдырамыз. Мінекей. Дәл осылай әрбір тесіктен тоқып шығатын боламыз.
Mine dostlar, men so'nggi qator to'qib жатырмын. Endi biz kelesi so'nggi qatorimizda, ya'ni osmonga yetib to'qiydigan bo'lamiz. Olishimiz kelesi qatorga o'tishim, ularning orasida teshikka, miniki son kirgizib olamiz avvalo. Endi 4 ret to'qiymiz. 4 ret. Endi biz 4 ret to'qgandan keyin birinchi qator emas, na qatordan olib, ya'ni biz 3ni chiqaramiz. Olib olamiz. So'ng borib, mana yerdan biz tag'ida o'rab olib to'qiymiz. Dal oslar, o'sidan 2 ret o'raymiz. Yana shu paydo bo'ldi. Endi dal oslar har birini teshiklardan oslar to'qishamiz. Avvalo qo'lamiz, so'zini 2 ret oldin qatorlarni to'qiymiz. Mana birinchisini emas, ikkinchisini olib shuni chiqaramiz. So'zini nag'an 2 ret to'qiymiz. 1, 2. Bizga qanday paydo bo'lib жатыр, bayqadingizlar, xushmen. Kelesini tag'in bir to'qib ko'rsatayin. Aldık. Endi birinchisini to'qmaymiz, ikkinchisini ilmiyimizni kirgizib, jipni chiqaramiz. Bundan endi 2 ret o'rab oladigan bo'lamiz. 1 ret oldim. Ikkinchisini olib o'tirman. 2. Endi biz dal oslar yetib so'ngina keyin to'qib keladigan bo'lamiz. Do'stlar, men so'nggi qatorida to'qib bitkeli жатырмын. Ya'ni o'smin bizning salfetkamiz oyoqtaladi. Sizlarga barlig'i tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Miniki bizning o'smin salfetkamiz oyoqtaladi. Endi biz so'nggisi nayigan bir-biriga qo'shishimiz kerak. Bu uchun biz nabitni ag'darib olib, nani jipni chiqarib, najidan astingi jipni olib, qo'shadigan bo'lamiz. Neki dal oslar qo'shib, endi biz jiplarning barlig'ini yasirib, artig'ini kesib tashlaymiz. Oslar jip chiqib ketmaydi yetib kirgizib tashlaymiz. Har to'qilgan qatorlarni astidan oslar chiqarib, ya'ni yasiradigan bo'lamiz jipimizni.
осылай жасырып әкеліп мынаны қырқып тастаймыз. Мінекей. Енді біз дәл осылай мына жасыл жіпті үстіңе қарай, ақты астына қарай, мына ақты аққа қарай, жасылдарды жасылға қарай жастырамыз. Сонымен мынаны біз үтікпен бір рет бастырып аламыз. Яғни орамал қойып, осы салфеткамызды қойып, оның үстіне тағы орамалды жауып, үтігіміздің парымен бір үтіктеп шығадымыз. Сол кезде біздің салфеткамыз қатты болып, өз формасын жақсы ұстайтын болады. Мінекей достар, мен үтіктеп келдім. Көріп тұрғандарыңыздай, формасын өте жақсы ұстап тұр. Және де астыңғы бөліктегі жіптердің барлығын жасырып тастадым. Өте тамаша болып шықты. Сіздерге көп рахмет менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін.